Баршаңызға сәлем достар, наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгін біз осындай керемет дәмді болып шығатын наурыз көжені жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қазымызды жақсылап жуып, оның үстіне мұздай суды құямыз. Сіздер сүр ет, жылқының етін қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Мен тек қазының етінен жасадым. Қазымызды отқа қойып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. 3-4 сағатта. Мен осылай көбігін жақсылап алып тастаймын. Жақсылап алып тастаңыздар, тазартып. Одан кейін жақсылап қайнағаннан кейін арпамызды немесе перловкамызды салып, 2 сағаттай тағы қайнатып, осы перловкамызды пісіріп аламыз. Осындай құрт салып жіберсеңіздер болады. Одан кейін біз осындай заттарымызды дайындап қоямыз. Тарымызды, жүгерімізді, мейізімізді, айранымызды, сүзбемізді. Ең бірінші тарымызды салып, 5 минут қайнатып аламыз. 5 минуттан кейін сөндіріп тастаймыз. Сөндіргеннен кейін осындай кукурузымызды саламыз. Одан кейін осындай сүзбемізді салып, тағы да жақсылап араластырып, етімізді жақсылап турап, дайындап қоямыз. Одан кейін мейізімізді салып, тағы да жақсылап араластырып, үстіне айранымызды, 100 грамм айранымызды құятын боламыз. Одан кейін дайын тұрған етімізді салып, біздің наурыз көжеміз дайын. Наурыз көжеміз өте дәмді болды. Бауырсақпен жесеңіздер өте керемет. Барлығы өздеріңіз қалауларыңызша салсаңыздар болады заттарды. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.